газ не сынып құлаған. Асты кеткесін қайда құлайды. Сондай жағдайлар бар. Ауылымызда осы бір айдай болды. Ан жерден кетеді, мына жерден кетеді. Мына көшеде кетіп жатқандары да көп. Алдында біздің көшеде қаншама бір рет тағы акция ұстайды еді. Онда ол біреудің үйіне кірсе де тек ауласының мына алдыңғы жағына кірген. Ол кезде де бір 100 кубтай су кетті. Онда да акция ұстайды едік. Айттық, мынау не болып жатыр, мынаған шара қолданыңыздар деп. Мен білмеймін бұл жерде қандай не екенін. Халыққа ішетін су жоқ. Халықта ешқандай су жоқ ішетін. Бір күн жібере ма 4-5 парит болады. Оны жасадық, бірдеңе қылдық деп тағы қоса ма, тағы солай. Мен білмеймін, ертең қыста уже аяз бірдеңе болатын болса, ана құдықтардың іші судан толып тұр, жарылады да кетеді барлығы. Сонда біз мына ірілендіреміз деп КЖС-ға қосты ғой комхозды. Біздің қалай іріленіп жатқанымызды түсінбей отырмыз. Сосын ғой қазіргі мәселе мынандай болып жатыр. Өзі ауылымыз дейтін бір қазір ажиотажный неде отыр. Мына адамдарға дейтін судың бағасы келіп енді үйіне келеді ғой счетчикпен, соған дейтін счетчиктеріне де қарамайды. Ең басы басталады 11 мыңнан 400-500 мыңға шейін жазып жіберіп жатыр да. Бір айда 900 теңге төлейтін адамдар 400-500 мың төлеуге шығарып беріп отыр. Судың бір кубы қаншадан келіп тұр? Бізде субсидия бар. 662 теңге су жалпы келу бағасы, халыққа 70 теңгеден бір адамға 3-6 куб су беріледі субсидиямен. Енді сол субсидиямыздың суын 70 теңгеден алып отырмыз ғой, бір адам. Соны 204 теңге қылып төлейсіңдер дейді. Біз қазір мына жағдайды реттеп алғанша сіздер солай төлейсіңдер дейді. Өздері жандарынан сондай тариф шығарып, хаттамамен бекітіп отыр да. Негізгі баға табиғи монополиямен бекітілу керек департаментімен. Ол бекітілмеген баға қалай заңды болады? Мына халықты дейтін бар ғой, тіпті білгендерін істеп отыр да халыққа. 204 теңгеден болғанның өзінде де 500 мың болуы мүмкін емес. Ол адам сол енді бірінші шығып кетті ғой. Сол ақшаның барлығын деп төлемейсіңдер дейді. Егер осы 204 теңгеге келіссеңдер дейді. 204 теңгемен тек мына ноябрь, декабрьді сөйтіп сендерге жаңағы жасап береміз дейді. Барлығын жаңағы корректировка жасаймыз, соны басынан бастаған суммаларыңды не істеп. Сендердің дейді біздің өзіміздің мысалға немізде құдығымызда счетчиктеріміз тұр. Ол барлығы договормен жаңағы комхозбен келісілген барлығы сондай. Сендердің сол құжаттарыңды комхоз бізге тапсырған жоқ. Сендер уже без приборников дейтін бізге ат тағып, сендердің приборларыңды біз сондай қылып бізге орташа есеппен 204 теңгеден келіссеңдер келісесіңдер, келіспесеңдер баяғы 400-500 теңгелерін төлейсіңдер, 1000 теңгелерін төлейсіңдер. Ол енді судың мәселесі ғой. Енді мына үйдің адамға келген нұқсан келтірген бойынша сіз енді әкім мырза не айтасыз? Мысалға мына судың кесірінен, мысалға былай қарағанда ата заңда да сондай мемлекет деген адамның меншігін қорғау керек деген сияқты сол. Енді мысалға мына кісіні айтайық, енді мысалы примерінде мына кісінің үйі, мысалы тым жақсы салынған үйі, мысалы еңбек ақысымен, маңдай терімен, ана мекеменің су аққанының кесірінен зардап шекті. Қазір бір үйлерді қараймыз ғой, ол фундамент үйдің іші ызғар тартып кеткен шығар. Жаңағы мысалға туалет құлап жатыр, септик құлап жатыр, оның бәрі мысалға келіп жатқан нұқсан ғой. Сіз енді неше күннен бері мысалға комиссия создавать етіп барып нағылмадыңыз ба? Комиссия түрде қарап үйге қанша шығын келген сияқты. Ертең ол сотқа береді мысалы. Ол юрист жалдайды. Сіз әкім болмағанмен сіз әкімнің орнындағы орынбасарсыз ғой, мысалы орынбасары әкімнің міндетін атқарушы. Туымыздың түрі анау мысалы. Қазақстанның өзі мысалы рәміздері мысалы. Біздің туымыз, әнұранымыз, гербіміз мысалы. Төбедегі туды көрдіңіз бе? Қандай жалау болып тұрған жары кәдімгі бір шет емес, кәдімгі түсіріп алып суретке. Кәдімгі жалаң жыртық болып тұр. Содан бастап уже көруге болады ғой жұмысына деген отношение қандай екен. Мысалы сіз енді кетіп қалмайсыз ғой, әкім тайлана ма, сайланбай ма, мысалы басқа бола ма, мысалы бәрібір сен осы жерде айлық алып, зарплат жасап, былай қарағанда сіз мысалға слуга народу деп орысша айтқан кезде халыққа қызмет ететін осы жерде тұрған менеджерсіз мысалы бүйтіп қарағанда. Енді мысалға мына адамдар деген жан дауысымен нағып жатыр, неше күннен бері. Содан кейін біз келіп отырмыз осы нағығанда. Сіздің тарапыңызда шешілетін мәселелер ғой, осы ортада жаңа қарайтын. Сіз не істедіңіз? Бұл жерде былай ғой, мен де осы кісілердің қасында бармын, мен де жүрмін осы вопрос бойынша. Ол жоққа шығаруға болмайды, парик болды. Бізде қазір КЖС мекемесі су бермейді бізге. Просто водопровод КЖС мекемесінде өздері су бермейді да, бізде аура дейтін мекеме бар. Сол аура біздің 4-ші кварталдың төменгі жағында орналасқан. Сол жерден өзі су тұтатады да, біздің ауылға тұрғынмен айдайды. Сол жіберген уақытта манағы суымыз
мына жоғарғы 5-4 кварталдың жоғары көшелеріне шығу үшін үлкен қатты мощный насоспен не істейді, суды жібереді давлениемен. Сол давлениемен айдағанда енді аура мекемесі таңға жақын 5, 6, 7, 8-дерде уже суды жіберіп бастайды, сол таңертең халық алу үшін. Енді сол давлениемен суды жібергенде мына КЖС мекемесінің водопроводтары жарылып жатыр. Ол факт бар. Енді ол жарылған бойынша не істеп жатыр? Жарылған бойынша көреміз, тұрғындар үйдің видеосын жібереді, суретін жібереді чаттарға, қазір енді әлеуметтік желі арқылы айналысады ғой. Сонымен біздер ТВС-ке хабарлаймыз, устным порядке, телефонмен. Олардың головнойы, машиналары, гаражы барлығы қалада. Олар қаладан бері қарай келем дегенше жаңағындай ситуациялар орын алады да. Жақсы, хорошо, орын алып түсінікті ТВС. Енді бүгінгі таңда ертеңгі күндерде мысалға азамат түрде сотқа береді. Адамға нұқсан келтірілді ме, мысалға ол береді. Сіз бүгінгі таңға дейін кінәлі адам шығару керек қой. Аура виноват па, ТВС виноват па? Сіз мысалға хат жазып ТВС-тің өкілін шақыру керексіз. Аура ма, аураныкін шақыру керексіз. Жаңағы көшеден, жаңағы белсенділерден 2-3 адам қосу керексіз. Өзіңіз мысалы акиматтан өзіңіз бар, болмаса бас маман бар, бір комиссионный түрде мысалға соған мысалға жасау керек, анықтау керек қой. Мысалға мен келтірген үй, несі құлаған екен, туалеті, септик па, септик құлады, су қай жерге дейін өткен, үйді ызғар тартып жатыр, мынандай деген сияқты мысалға оценші комиссияға неге беріп ол бізде ол енді мысалға акт жасадық қой кеше. Барды ма акт жасадық? Акт жасаттырдым, мен өзім барып жасаттырдым. Егер мен бармасам, ол жерде акт жасатылмайды. Оны қазір былай мен мақтанып айтып отырған ештеңем жоқ. Мен барып осы акиматтан адамдарды шақырып алып жүр, акт жасайық, мынау дейтін халық мынандай суға кетіп жатыр, мына судың сұрауы болады. Біз халық ішетін су таба алмай отырмыз, ана мұнайда су жоқ, жұрт шұбырып жүр ғой мысалы. Бізде тіпті далаға тек босқа кетіп жатыр су. Енді оның біреу жауабын беру керек қой, соны мысалға жауап. Соған енді шара қолданбай тұр ғой ешкімде. Күндегісін күнде кетіп жатыр су деген. Сіздер тарифпен төлейсіңдер дейді. Тарифке біз келіспейміз дейміз. Біз тарифке келіспейміз. Біз біздің счетчигіміз бар. Әкімнің орынбасары келді, мына облыстың жаңағы ЖКХ-ның бастығы келді. Әбдеш Түркменбаев. Иә. Ол уақытта да айтты, халық деген тарифке келіспейді. Значит, сендер деген ертең судына бүткіл болатын тарифтің далаға кеткен судың бәрін мына тариф қуатын болса, общий неге бөліп жібереді де біздің халықтың мойнына қойын деп отырсыңдар. Келтірген шығынды халыққа салай отырмыз. Олар біз тек қана 8%-ын өзіміздің мойнымызға аламыз, қалған мына халықтың мойнына не алады, жазылады дейді. Сосын жаңағы немен тарифпен қанша су шықты, соны халыққа бөледі да, бөліп сонымен не қылады. Егер халыққа бұл бұнысы да дұрыс емес. Мысалға бұны жаңағы мысалға 35 мың куб келді ма, 35 мың кубты бұлар алады да, жаңағы 200 бірдеңе теңгеден келіп халыққа бөліп жібереді ғой. Бірақ жылдың аяғында болады деген бізге 70 теңгеден бердік деп мына неден субсидия алады ғой. 200 миллион ба, 300 миллион ба, бұл ақша қайда кетіп жатыр? Мәселе көп жаңғыз пари емес. Олар өздерін шығын көріп, соны бізге қарай ысырып тастайын деп отыр. Енді соны кеше мына жердегі бір мектептің алдында бос жер бар еді, соған 1000 ба? 8000 деп есептеп өздері айтып отыр. 8000 сол жерге талегеміз деді ма? Негізі жалпы план бойынша солай ғой. Мына біз 6-шы кварталдың не жағынан 20 гектар жерді бердік. 20 гектар жерді бөліп, соған парк жасауға. Жоқ, оны сен қоя тұр. Мына менің алдымдағы соған негізі 8000 мына берген мектептің алдында ана жерге. Мектептің алдындағы нешеге егеміз деді? 8000 дейді. 8000 тал сол жерге сияды деп ойлайсың ба? Енді ол қазір 100 неге қылып қойды, 100-нің өзі сол нені ауланың ішін алып тұр. Ауланың сол мекеме, бірақ сол өсіп кетті ме? Жоқ, жылда шықпайды. Тек бос сөз да. Бос сөз да. Иә. 1000 бар ғой ба? Үлкен сұрақ 1000 бар. 1000-ға жетер-жетпес. 1000 шыбық па тек тұрған? Иә. Жаңағы туя әкеліп той болғанда енді өсіп ұстап кетті ме? Әртүрлі. Биыл осы. Ол алдында қайта жаңағы Павлодардың соқырлар қоғамына тапсырып 5 миллион деп ақша бөлді, сол жерді парк қыламыз деп. Дым шықпайды. Жылда біздер не береміз, тал береміз мына жергілікті халық. Бірақ ол жерге бір тал ұстап шыққан жоқ. 5 миллиондар бүйтіп желге шулатып сотқа береміз дейді. Ол сотқа берілгенінде көрінбейді. Оның неше жыл болды уже айқайласып келе жатқанымыз ғой. Сол 48 000 тал біздің ауылға келіп орнығу керек дейді. Сол заттардан біз түсінбей отырмыз да мысалға. Ауылда мына жерде ненің мешіттің қасында бір парк бар. Оның ішінде жылда ағаш егіп, жылда жаңа водовоздар не қылып бәрін соны біреулер алады, бірақ ол жерге де ештеңе өсіп шығып жатқан жоқ.
Ол Әкімшіліктің балансына? әкімшіліктің балансына ештеңе де шығып жатқан жоқ. Тек миллиондаған ақшалар анда кетеді, мында кетеді. Айтса дейтін есеп бергенде әкімдердің есеп беру жиналысында деген біздің ауыл көркейіп гүлдеп тұр қазір орманменен. Орман болып тұр, жайқалып тұр. Иә. Сол ақшаның барлығын одан жинақтап, мына халыққа больница жетіспейді, тағы не жетіспейді. Сондай заттарға жіберсе қалай болар еді мысалға деймін. 48 мың тал мынандай шөлдің кезінде жазда ауылда су болмай ел қаңғырып кеткен кезде ол қаяқтан алады? Мына әкімшіліктің баланс несі, бюджет оны көтермейді. Оған қарауыл қою керек, оны суаратын адам болу керек мысалға да. Су керек деген сияқты. Дұрыс қой, бюджет ақшасын тиімді және оңтайлы пайдалану керек. Соның орнына бізге социальный поддержка жасайтын болса, мысалға мына Донға одан екі ауылдың ортасына больница салып берсін. Халыққа жетіспей отыр, мысалы қалаға қатынайды больницаға жату үшін. Портқа барады мысалға 150 километр. Соның барлығы ескерілмейді. Поликлиника жоқ болсын да сайында? Бар ғой енді, оның ішіне адам жетпейді. Амбулатория. Енді осылардың барлығын көтеріп айтып жатырмыз, бірақ ешқандай нәтиже шықпайды. Қоғамдық тыңдау деген бар. Әкімшілік оларды өздері осы жерден қабылдайды да, халыққа хабарлама жасалмайды осы жерден. Сол қолдары қойылып, қатысты деп біздің жердегі адамдар. Аудандағы ма? Аудандамын, осындадамын. Соның барлығы біздерге тіпті хабарламайды. Айқайлап, мысалға айтып, елдің бәріне шулап жүріп, әзер дегенде соны бір мәмілеге келтіріп жатырмыз. Судың бағасын көтер, онда да халық білген ештеңесі жоқ. Жеке бір шамалы адамменен осының барлығын көтеріп жібере береді. 418-ден 662 қылып көтеріп, 30 теңге субсидияның соңын 70 теңге қылып көтеріп, осы таптарды біз көтердік, ауылдарыңа вантуз қойдырып береміз, ауамен айдап жатыр дегенде қойдырамыз, бәрін істетеміз деді. Әлі күнге шейін, міне 1 жыл болды. 1 жылдан асып бара жатыр даже. Әлі күнге дейін соның біреуі де орындалған жоқ мысалға. Ал біз мына су жөнінде қанша рет бардық. Аудан әкімі не істейді? Аудан әкіміне бармадыңыз ба? Барғанда аудан әкімі енді сол облысқа шығарып отыр ғой біздерді. Облысқа шықтық біз сол. Аудан әкімінің де билігі келмейді, ауылдың әкімінің де билігі келмейді. Мына жерде Есман деген бар ғой, завод. Ақшұқыр қаланың ортасында. Бұрын дейтін. Осы Ақшұқыр мен Сайынға деп арнап жасалған не? Соны бері қарай трубасын тартты, ол да былтыр ғой, трубасы сапасыз болып, қарайған шығынмен трубасын ауыстырды. Енді қазір жеме-жемге оның задвижкасы жабық, оны қалаға қойып жүр. Бізге су кетіп тұрған жоқ ол жақта. Мына аураға лақтырып жіберді бізді. Аура бәрін обеспечить етеді деп, ананы қалаға алып кетті. Қазір ол задвижка жабық жатыр, ол жақта су келмейді қала жақтан. Енді мынаның нәтижесі мынау. Жаңағыдай төменде тұрған насоспен бәріне су беремін деп құбырды істен шығарып. Құбыр, значит, не рассчитан болып тұр. Не рассчитанный ол? Самотектен жоғарыдан төмен түседі. Бастаған уақытта бұрын, бастаған уақытта айтылды, осы жігіттердің бәрі айтты. Ол дейін болмай, әйел адамдарға дейін шықты. Енді білмеймін, соған әкеліп тіреп отыр ғой. Енді сол мына комхоз болып тұрды ғой, мен оны жақсылап, комхозды жақтайын деп отырған жоқпын. Комхоздың кезінде тағы осындай парик болған жоқ, біреудің үйі суға кеткен. Талап былай, ауылға келді ма мекеме, халыққа сапалы қызмет көрсету керек. Сосын жаңағыдай заңсыз әрекеттерге бармау керек. Судың бағасын анандай қылып жіберіп, сенікі мынандай екен деп, қалай қабылдап алдыңдар бәрінде. Счетчик, мысалға, олар біздің счетчикпен қабылдағысы келмей ма, келсін де тексеріп бәрін акт составить етсін. Әрбір адаммен акт составить етсін де соған жазсын. Мысалға, счетчигіңді ауыстыр, уақыт өтіп кеткен деп. Сонымен берсін, пожалуйста. Кінә кімнен, кім осы мекемені қазір кім басқарып отыр, содан халықтың кінәсі бар деп айта алмаймын мен. Халықтың кінәсі жоқ. Халық счетчикке неге Каспийголдқа қанша келеді, сонысын төлейді. Қазір оның 400, 500, 40 мың, 50 мың төлеуге халықтың жағдайы жоқ, жұмыс жоқ. Жұмыссыздықта 200, 300 адам тұр. Бардық, қанша жиналыс жасадық, шешілген ештеңе де жоқ. Өткенде мына Ақшұқырға шақыртып, бастықтарын Ақшұқырға келді. Одан мәдениет үйінде болды, ауданның замымен келіп, осы жерге жасады. Асқар кім бастама? Жұмағанбет Асқар, главный инженер. Ол енді үлкен бастығы. Өздерінің дұрыстап отырмыз. Өздерінікін дұрыс дейді. Ешқандай өздерінікін. Тарифпен төлесеңдер, сол тарифпен төлеулер керек деп. Біз айтамыз, тарифпен төлемейміз, счетчикпен төлейміз. Сосын счетчиктің өзінде де біз сосын айтамыз, ана вантуз қойыңдар.
біз ауаның жартысы оның ауа бізде келіп жатқан судың. Біз ауа жартысын ауаға төлеп жатырмыз деп. Тарифпен келсеңдер, келесі жылдан бастап соны қараймыз деп. Біз сол халықтың шулап көшеге шығып кетпегенін қалап, екі ортада жүгіріп жүрміз. Әй, мынаны істеп тастайық, мынаны бүйтіп шеш деп біз халықтың адамы болғанмен үкіметтің де жағдайын ойлап отырмыз. Қайта-қайта судың бағасын көтермесін. Судың бағасын күні кеше көтерді, енді ТВС тағы судың бағасын көтереміз. Әңгіме сол айналып келгенде айтатын. Кешегі облыстың энергетиканың бастығы келген, оның да әңгімесі сол айтып отырған. Егер де дейді, сіздер мына халық сіздердің талаптарыңызды орындау үшін КЖС судың бағасын көтеру керек дейді. Әуелден де ең қымбат су осы Сайын мен Ақшұқыр ауылында. Әуелден де. Енді ол 1000 болатын болса, ол сендерде субсидиямен су беріп отырмыз ғой дейді. Субсидияның суын береді, жартысы ауамен шығып тұр. Қазірдің өзінде сол ауа шығаратын автоматты вантуз деген аппаратты қойын десе, соны қоймай отыр ғой. Қай-қайсысы да соны қоюға құлқы жоқ. Үкіметке айтарымыз сол, халыққа дұрыс сапалы қызмет көрсетсін. Сосын мына орынсыз баға көтереді дегенді, жаңағы жасырын қоғамдық тыңдауменен мына табиғи монополияның жасырын өздері бірігіп жіберіп баға көтеру дегенді тоқтатсын. Қоғамдық тыңдау жасалынама халықтың ортасына келіп, бірнеше күн ескертіліп, жұмыс емес күні халықтың ортасында талқылану керек қоғамдық тыңдау дейді. Мына аура дейтін мекеме судың бағасына қоғамдық тыңдау жасап, сол кезде 405-ке келісті ғой. Сол жобаға дейін мен содан төмен түсіре алмаймын деп нормативті нем сол менің деп айтты. Ол нормативті несінің бағасының қанша екенін оны біз білмейміз мысалға. Соны өзі сөйтіп келісіп отыр. Түнде кілең адамдарды жинаған, кілең сонымен қоғамдық жергілікті қоғамдастықтың адамдарын барлығын келіп түнде қағазбен келіп 420-ға келсем деп қол қойып берің. Біз мына 6-шы кварталға су жібереміз. Соған деп 420 қылып шығарды, антимонополиямен келісті, солай қылып. Ауаға ақша алып отыр ғой. Ауаға ақша алады. Қондырғыны қондыруға олардың вообще шотында ақша жоқ. Міне, кеше бәрін жасадық деп маған ответ берді. Мен аманаттан келеді, ешқандай ответке өтіп жүрмесін. Жасалған ештеңесі жоқ, айтайын кеше қайтадан барып тұрғанды. Мына ауылдың әкімі де, ауданның әкімі де ешқандай шара қолданып отырған жоқ. Шара қолданып отырмаған себептері әртүрлі сылтау айтады. ДР-ға да жаздық, сол қаралмай, біздің жазған ДР-ға жазған неміз, арызымыз қаралмасты, осы халық болып жаздық, бәлендей адам қол қойып, соны облыстың энергетика жаңағы бөліміне жіберіп отыр да, осы арызды қарап жауап беріңдер деп. Сонда ол тексеру, жаңағы баяғыда бұрын тексеретін, финансовый полицияға жазса тексеріледі дейтін. Біз ештеңе де көрген жоқпыз. Не прокурорының жазылған арызды тексеріп осы жерге келіп бір жиналыс жасап, я халықтың жағдайын сұрағанын көрген жоқпыз. Мен өзім азаматтық журналистпін, мекемем бар, енді үкіметтік емес ұйымда. Осының бәрін көтеріп, экологиясын бәрін көтеріп жүріп, қаншама ауылдарға бардық біздер, да, мысалы. Солардың жазып жатырмыз ғой, енді сол кісілердің талабын жеткізіп жатырмыз да, қайдағы жоқ бір мекемеге сілтеп тастап отыра береді. Еститінде соны дұрыс жұмыс жасайтында үкімет бар деп айта алмаймын мен. Қазір енді маған тіпті соттап жіберем десе де мен айтатын сөз. Мына қандай қылып суды шығарып жатыр, жердің астынан алып, ол су қайта жерге кетіп жатыр. Бізге халыққа білмеймін мен. Жаңағы сөзім жоқ. Мына үйлер бойынша акт жасақталған дұрыс жасалды ғой, бар ғой да? Бар, бәрі. Бүгінгі таңға дейін сонда аудан орталығынан әкімшіліктен ешкім келген жоқ па? Келген жоқ, ешкім келген жоқ. Қанша қақсап жатырмыз, жауап жазып жібереді, істейін деп жатыр, істеліп жатыр деген сияқты. Басқа ешқандай себебі ауылдың үлкен чаты бар. Сол чатта мына ауылдың районның әкімі де, районның орынбасарлары да, сосын жаңағы басқалар да сол чатта бар. Бірақ ешқандай реакция білдіріп жауап бермейді. Сен неге жауап бермейсің деген уақытта біз айттық дейді, ТВС-қа айттық, істейді. Сілтеме тек. Ал ТВС жауап бермейді. ТВС неге жауап бермейді сен, жаңағы ауылдың жаңағы әкімнің орынбасары жазып жіберіп, істейін деп жатыр, бастап жатыр деп. Енді жеме келгенде сол судың сұрауы мына халықтан былай деп да, халықтың қалтасынан былай. Аураға лақтырып тастап отыр, мысалға КЖС деп отырған жоқ, аураға лақтырып отыр. Аура ол қандай күшпен итеріп отыр да, мысалға. Сонымен оған шөтшілер алса болды аураға. Иә, сол. Иә. Ол өзінің шетшіден шыққан суды сұрайды да. Сіз ақшаны кімге төлейсіңдер?
жаңағы судың ақшасын сізге кімнен келді? КЗЖдан келіп тұр ғой, сол. КЗКдан қалай келіп тұр? Кімнен бері? сосын кірісті жировка бермейді. мына баста мына кеше үйірден бері алды ғой, үйірден бері абай халық шу алады, жировка беріңдер деп, біз дайын емес дейді әлі неміз. Былай ғой, ол деген бұрын колхоз мекемесінде отырғанда контролер жүр әйел адамдар. Ол өткенде осы адамдар келгенде осы адамға сұрақ қойылды ғой, осы сұрақ. Контролер олар келді да сразу контролердің бәрін 7 адамға жұмысқа шығарып жіберді. Олар мына Ақшұқыр сайын ауылының азаматшалары еді. Олардан айлық алып жұмыссыздықтың 7 адам шығарып жіберді. Соларда осы арада сұрақ қойғанда пенсионерлер. Оның ішінде 2 адам пенсионер болды. 5-еуі кәдімгі Жастар кәдімгі ауылда. Солар шығарып жіберді. Енді келіп жаңағыдай немен төлеп отыр да. Наказаниені алмайды ешкім. Өздерің бересіңдер. Ол дейтін ана су толып жатқан құдықтың ішінде оған үйінде дейтін жастары жоқ адамдар бар. Оның ішінде түсірмейтін үлкен адамдар. Сондайлар болды. Құдық суға кетіп жатыр жаңағы. Тіпті бар ғой, оларда шындық адамдар задвижкаға қай жерде екенін білмейді, слесарьлер. Солай болып тұр. Келген уақытта біздер дейтін жігіттер болып жүріп, мына жерде мынандай линия бар, мына жерде мынандай линия бар деп көрсеттік бір-екі жерде. Кеше мысалға су кетіп жатқанда жабатын задвижкалар жасамайды, ашып жіберіп екі жағын заглушка қойған. Значит, задвижка жасамайды. Задвижка жасамайды, қарамаған. Кешегі барған үй емес. Кешегі барған үйде су кетіп жатыр, ана колодцтың ішінде кран ұстамайды. Үлкен әйел адам ананы жасатайын десе біреуді әкеліп. Ана жақтан су келіп жатыр да. Бір жиналыс тұрды еді, хорошо. Мен сонда задвижка жасамаймын. Өзім ана колодец. Мына кісі случайно келіп тұр, біз шақырған жоқпыз бұл кісіні. Мен аманаттан кеттім. Случайно келіп тұр мына кісі. Мысалға айтып отырғаны ғой, біз мысалға қосып отырған ештеңеміз жоқ. Әңгіме. Водовоз қымбат. Жалпы негізінде бір айдан бері парик болып жатыр, соның себеп мысалға айтып отырмын. Себеп салдарын қарамай тұр, соны айтады. Сол себеп салдарын қарау керек қой, әңгіме сонда болып тұр. Неден болып жатыр? Сол келіп халықпен кездесіп, мысалы сөйлесіп, неден болып жатыр? Ал сол депутаттың біреуі де жоқ қой. Біреуі де жоқ. Осы мына ауданымыздың қарайған депутаты бар. Не бір экологиядан келіп қоғамдық тыңдау өтіп жатады, не болмаса бір осы ауылдың мәселесі көтеріліп жатады ғой. Келеді, ауыздары буған мүшек сияқты отырады да кетеді. Ешкім сөйлемейді. Оларға сайланып алды болды ғой. Единственный бір жаңағы Уайс Ерсайынұлы дейтін жігіт бар еді. О да өткенде сол ТВС-тің жаңағы тарифін қолдап шығып, халық кішкене наразы болып қалды да. Негізі былай бір жаңағы шақырып алып көмектестіріп сөйтіп жүрдік бірдеңелерге сауал жолдатып не қылып. Ол жігіт енді сол жаңағы тарифпен төлеген жақсы болатын сияқты деп, может ол кісі түсінбеді ар жағында не жатқанын. Бұның халық мысалға олардың істеп отқан махинациясын түсінбейді. Оны есептеп көзбен көріп күнделікті қолымызды ұстап отқасын біздерге соны түсініп отырмыз да. 420 ауранікі болса, үстіне мына 200 неше? 662 теңгеден сәл азайып. 240 теңге қосып тұр. Әңгіме сонда болып тұр. Олар негізінде бізге әуелде осы жерге осы ТВС алып жатыр деген кезде шақырттық мамандарын, түгел сол бастықтарын шақыртқанда біз бұның тек ненің мына комхоздың деятельностін алдық деді. Мына құбырлардың ешқандай құжаты жоқ деді, болған жоқ деді құжаты. Проектлер жоқ. Проектлер жоқ.